жүрегімнің қуаты, перзентлерім. Сіздерге адам оғлының мінездері туралы біраз сөз жазып яткар қалдырайын. Ықылас бірлән оқып, ұғып алыңыздар. Аның үшін махаббатың толады. Махаббат әуел адамның адамдығы, ғақыл, ғылым деген нәрселер бірлән. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хавас сәлим һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап, ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпен яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өз іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым, білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфағат, дәфқы, мұзаратларына айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ. Ең болмаса шала. Аның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады, соңынан моллаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бәхра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хәтта иман ихтиқатқа да қиянат бірлән болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жолы. Хақиқат бірлән растық қиянаттың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда ғақлықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтық бірлән табылады. Ол Алланың ғылымы емес, һәммәні білетұғын ғылымға ынтықтық. Өзі де Аллаға өзіндік ғылым береді. Аның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі хақлық һәм адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты бірлән ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды һәм көрік болады. Егерде адам оларға табынып іздесе, тапса да таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуел дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақ емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уа Құранның анық сөзі екендігіне, уа пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәсәлләм анық тарамынан елші екендігіне инандық. Жә, не бітті? Сен Алла тағалаға, Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін де иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Я өзің үшін иман келтірсең, жә, инандық. Ол инанмақтық бірлән қалса, саған пайда бермейді. Аның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Сіз әмәнту биллахи кәмә хуа би әсмихи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар һәммә, ол Алла тағаланың фиғыл ғасимлерінің аттары. Олардың мағынасын біл һәм 8 сифат затиялары не деген сөз кәміл үйрен. Өзіңді аның құлы біліп, өзіңді мүслім атқайып, тәслим болғаныңа раст боласын да, өз пиғылдарыңды соған өз ғаліңше ұқсатуды шарт қыл.
Алла тағала ұқсай алам ба деп, надандық бірлән ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бірдейлік дағуасы бірлән емес, соның соңында болмақ. Аның үшін Алла тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, самық, ирада, кәлам, тәкин. Бұл сегізінен Алла тағаладағыдай кәмәлат, ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде де әрбірінен өз халінше бар қылып жаратыпты. Біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәрра атты сипатымызды ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атамыз мүслим бола ала ма? Болмаса керек. Ол 8 сипатына сипатымызды һәм ол аттары бірлән ағыламланған фиғыл құдаға фиғылымызды ертпек не бірлән табылады. Қалайша табылады, аны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты, ешбір сипатқа мұқтаж емес. Біз ғақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттары бірлән тағрифлав танымаққа керек. Егерде ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифатулла ғип болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз. Болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз. Бар демекілікте ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демекілікте Алла тағалаға лайықты келмейді. Аның үшін мүмкін аттың ішінде не нәрсенің үжуді бар болас, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатұғын бір кәдиме тақриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде. Ғалам Алла тағаланың ішінде Құдай тәбәрәке ва тағала кітаптарда 8 супутия сипаттары бірлән ва 99 әсмәи хусналар бірлән білдірген. Бұлардың хәммәсі Алла тағаланың затия, субутия ва фиглия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге 4-еуін білдіремін. Оның 2-еуі ғылым, құдірет. 8 сипаттан қалған 6-ауы бұларға шарх. 16-ауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым құдіреті сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым құдірет олуда боларлық нәрселер ме? Әлбәтті ғылым құдіреті бар болады. Хаяты мағлум, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымның бір сипаты кәлем, яғни сөйлеуші деген. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы ма еді? Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар. Самиг, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым, хам әзәли, хам әбди болады да, хамиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бар сипатынан үлкен я кіші боларға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты іс емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым, құдірет 2 сипат бірлән 8 сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым құдіретте ешбір нихаятсыз, ғылымында ғафлет құдіретіңде епсіздік, я нашарлық жоқ. Саниғын сұнатына қарап білемсіз. Бұл көзге көрінген, көңілге сезілген ғаламда қандай хикмет бірлән жарастырып, қандай құдірет бірлән орнастырған, еш адам оғылының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойласаң,
Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса сипаттар өз орталарында бір табиғ, бірі матбух болады ғой. Бұл болса тағриф Раббиге жараспайды. 8 сипат қылып және ол сипаттар ла ғайру ва лаху болып былай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттары әрбірін басқа дегенде көп нәрседен жиылып, иттихфак бірлән құдай болған болады. Бұлай деу бұтыл бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет, ғылым, ақылдан басқа болатұғын еді. Алла тағалада болған құдірет, ғылым һәм рақмет. Ол рақмет сипаты. 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахым, рахим, ғафур, вадуд, хафиз, саттар, разақ, нафих, уакил, латиф деген есімдеріне бинахи бір ұлық сипатынан хисаплауға жарайды. Бұл сөзімен нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламда ақыл жетпейтін келісі бірлән жаратқан, анан басқа бірінен бірі пайда алатұғын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайда алатұғын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатұғын ғақылды инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтұғын жансыздарды еті ауырмайтұғын қылып, жан иесі хайуандарды, ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың һәммәсінен пайдаларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Адам баласынан махшарда сұрау беретұғын қылып жаратқандығында һәм ғадалат, һәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл güzel сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, дүниені көздерлік қылып, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде, не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып, ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстіне тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбаттаттерді өстіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып, дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін, һәммәсі адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасаған машина, фабрик адам баласының рахаты. Пайдасы үшін жасалса, бұл жасалушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендігі емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздық бірлән бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына,
бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафқат сахары бірлән бастарын байлап қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Бұл хикметтерінен хаммасына хам мархамат, хам ғадалат захир тұр екен. Сіз өз ортамызда бұл мархамат ғадалатты иманның шартынан хисап қылмаймыз. Ал аның үшін мүслим болғанда, Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл 2 ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Бұл пиғылы Құданың ешбірінде қарар қылмаймыз, өзгелерде болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз, бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам я мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман. Алла табарака ва тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оны көбі білмейді. Тафаккару фи ал-иллахи деген хадис шарифтің инналлаху юхуббул махситин деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп құптағанын көргеніміз жоқ. Атамару аннанаса бил бирри ва ахсану инна Аллаха юхиббул мухсинин ва аллазини аману ва милус солихати алайка схабул жаннатикум фиха халидун деген аяттар Құранның іші толған хамалус салих не екенін білмейміз. Ва аллазина аману ва ғамилу солихати файяфихим ужурахум валлаху ла юхбу залимин аятына қарасаң, хамалус салих залымлықтан дидди болар. Олай болғанда ғадалат рафкат болуға кімде-кімнің әділеті жоқ болса, оның хикаясы жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің хадис шарифі «Мән ла хайюн лаху ва ла иманун лаху» деген дәлелдір. Ендігі белгі иман құры инаш бірлән болмайды. Ғадалат ва рафхат бірлән болады. Хамалус салих ғадалатты мархаматты болмақ күллі тән бірлән қылған құлшылықтарын ешбір ғадалатты мархаматты бермейді. Көзің күнде көреді, намаз оқушы, руза тұтушылардың не халатта екендіктерін. Оған дәлел керек емес. Бәлки ғадалат барша езгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят бұл ғадалаттан шығады. Аның үшін ғадалатты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде қылық менімен сондай мұндай қылықтармен мұғамәлә қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол қылықтармен мұғамәлә қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі әділет те, һәм ынсап та емес пе? Ол һәммә жақсылықтың басы емес пе? Жә, олай құлық пенен сол ойды ойлаған кесе халақаны шүкірді неге ойламайсың? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар ғадалат, шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та һәммәсі босанады. Алайар софының бір фәрдадан 100 фәрда бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша Құдай тағала ғылымды, рақымды, ғадалатты, құдіретті еді. Сенде бұл ғылым, рақым, ғадалат 3 сипат бірлән сипаттанбақ, иштихаттың шарт еттің, мұсылман болдың һәм толық инсанияттың бар болады. Белгілі жауан мәртірлік 3 хаслат бірлән болар деген сиддық, кәрам, ғақыл, бұл үшін дән сиддық ғадалат болар. Кәрам шафағат болар. Ғақыл мағлұм дүр, ғылымның бір аты екендігі, бұлар әр адамның бойында Алла табарака ва тағала тахмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған рауаж беріп гүлдендірмек, бәлки адам өз халінше кәмелетке жеткізбек, жехатында болмақ. Бұлар өз иштихатын бірлән
ниет, хадис бірлән ізденсең ғана берілетін нәрселер, болмаса жоқ. Бұл айтылмыш үш хаслаттың иелерінің алды пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар. Бұл үш түрлі фиғыл Құданың соңында болмақ. Өзін құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып, тұтпақты пайғамбарлар үйретті, әулилер оқыды, ғашық болды. Бірақ ұхрауи пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол халге жетті. Дүниені, дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлки хисапқа алмадылдар. Хакимдер дүниеде тиетін пайдасын сөйлейді. Ғибрат көзімен қарағанда, екісі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Аның үшін әрбірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап пікірлемекті екісі де айтты. Пікірленбектің соңы ғибратланбақ болса керек. Бұл ақыл, ғылым екісі де өзін зорға хисабламақты, залымдықты, адам өзіндей адамды алдамақты жек көреді. Хам екісі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рақым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді. Бұл екі тайфа әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсісін фида қылушылар деп. Яғни пенделіктің кәмәләті әулелік бірлән болатұғын болса, күллі адам тәркі дүние болып ху деп тариқатқа кірсе, дүние ойран болса керек. Бұлай болғанда малдығым бағады, дұшпандығым тоқтатады. Киімді кім тоқиды, астықты кім егеді? Дүниедегі Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді? Харами, макрухи бұлай тұрсын, Құдай тағаланың қуаты бірлән, иштиқат ақылы бірлән тауып, рақатын көрмегіне бола жаратқан, берген неғматтәріне, онан көрмек хузурға суық көз бірлән қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке, ынсапқа дұрыс па? Сахиб неғматқа шүкіршілігің жоқ болса, әдепсіздік бірлән күнәһар болмайсың ба? Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кету қаупі де бар. Уа кәпірлерге жем болып кетуде. Қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабырмен бір қарар тұрамын дегені болып кетселер де керек. Егерде бұл жол жарым-жартыларына ғана айтылған болса, жарым-жарты раст дүниеде бола ма? Раст болса, хаммаға бірдей раст болсын, алалаған раст бола ма? Хам ғадалет бола ма? Олай болғанда ол жұртта ғұмыр бола ма? Олай болғанда ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәлат жоқ. Бірақ әулелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашерен Мүбашшарадан Хазірет Осман, Абдурахман бин Хауф ва Сағид бин Абу Ваққас үшеуі де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, я дүние ләззатына алданып, иштихатым шала қалады деп бойына сенбегендік, я хирс дүниеліктің қауымның көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп өзін фида қылып мен жаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауастан әрбір арзуи нәпсіден суынып, ғадалат уа мархамат махабатына бір қарар болар ма екен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда ода жұртқа қылған артық махабаттан хисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып, іздеген ғана кісі істің кәмәләтіне жетпек. Бұл заманда надир, бұған ғылымның да зоры, сиддік қайраттың да зоры, махаббаттың халлақына да, уа халық ғаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлки фитна болар. Басына хам өзіне өзгешелік бермек, адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның біз тариқатқа кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегеніменен бір болады. Хаким, ғылым асылда бір сөз, бірақ ғарафта басқалар дүр. Дүниеде ғылым захири бар, олар айтылмыштарды нақлия деп те айтады. Бұл нақлияға жүйріктер ғалым атанады. Құдай тағала ешбір нәрсені себепсіз жаратпаған.
мұны үзерлеп тафаккару фи әла иллахи деген аятына бинан бұл сұнғати құдадан үзерлеп, құмар болып ғибратланушыларға тыю жоқ. Бәлки сұнғатынан себебін білмекке құмарлықтан саниғына ғашықтық шығар. Құдай тағаланың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демекте орынсыз. Ғашықмақ шұқлыққа халик бірлән мақлұқ ортасы мұнасибатсыз, Алла тағаланың пендесін махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына ғана елжіремекті Құдаға ғашық болды дейміз. Олай болғанда хикмет Құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадарын ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хаким ат қойдылар. Бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандары хаммасы адам баласының пайдасы үшін. Ойын күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртебеде қалып, бір ғана хақты таппақ. Әрбір нәрсенің себебін таппақ бірлән ләззат табады. Адаспай тураз деген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәнденің қазығы, осы жақсы хакимдер әр нәрсе дүниеде солар истиғражы бірлән рауаж табады. Бұлардың ісінің көбі дүние ісі. Ләкин осы хакимдердің жасаған, таратқан уа айтқан істері әд-дүния мәзірәгәтул ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние сол. Әрбір ғалым хаким емес, әрбір хаким ғалым. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди кесіп қылады. Хакимдердің ғақлияты бірлән жетсе, иман яқини болады. Бұл хакимдерден мұрат мұсылман хакимдері, болмаса ғайри діннің хакимдері. Әгәрші фатлубни тажидуни делінсе де, дүниенің хам адам оғылы өмірінің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның 7 шартынан бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүңкір болып тақлиқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде басшымыз Құдайдың елшісі пайғамбарымыз хадис шарифі «Хайрун нәс мән янфағун нәс» деген. Бұл хакимдер ұйқы, тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрді тауып аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, 1000 адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уа хусусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, хақ бірлән батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нафиғлық болған соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дағуа жоқ. Бұл заманның моллалары хаким атына дұшпан болады. Бұлары білімсіздік, бәлки бұзық фиғыл, әл-инсан ғаддүләмә жахилға хисап. Олардың шәкірттерінің көбі біраз араб парсыдан тіл үйренсе, бірлі-жарым болымсыз сөз бақас үйренсе, соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуре болып, жұртқа пайдасы тимек түгіл, түрлі-түрлі зарарлар хасил қылады. Хай менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді. Бұлардың көбі әншейін жахил түгіл, жахиллер кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір инсапқа қайтсын хам ғибраттанасың. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген инсап, құры өзімшілдік хам әрбір өзімшілдік, әрбір адамды бұзатын фиғыл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Бұған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып ғадалетпен тәптештеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің ақыр заманда 1 жылдық, 1 күндік болар дегенде, сахаба-и кәрәмлер бұл жылдық күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның пәтуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгеру бірлән қағидалар өзгерілмеген білдіргені мағлұм болады. Бұл күндегі тахсил ғылым ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болады.
Соған қарай Ғұсманияда мектеп Харбия, мектеп Рушидиялар салынып, жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ұзақ бақастар бірлән күнін өткізіп, магишат дүниеде надан бір ессіз адам болып шығады да, харекетке лайығы жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынды. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тәсирсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы біртүрлі ақылға пұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіні де болады. Бәлки дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық, ол Құранда сөгілген. Дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек қасты бірлән малға махаббатын аударғандар дүниеде болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, һәм біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ихсан. Бірақ ол өнер ғадалаттан шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға хәлінше ихсанды болмақ қарыз іс. Бірақ өзгелердің ихсанына сүйенбек дұрыс емес. Моллалар тұра тұрсын. Хусусан бұл заманының ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитна ғалым. Бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хүкім шариғатты таза білмейді, көбі надан болады. Онан асып өзін-өзі ақыл тариқат біліп, және біреуді жеткізбек дағуасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, бұлардың жеткізбегі мұқал. Бұлар адам аздырушылар, хата дінге де зарарлыдыр. Бұлардың сүйенгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері таспығы менен шалмалары, онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді біліңіздер, перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жай нихаятсыз болады. Оның нихаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіңе шарт қылып кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаңа болса, өзің нихаятлысың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан галалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол нихаятсыз жол. Сол нихаятсыз жолға аяғыңды берік бастың, нихаятсыз Құдаға тақырып хасил болып, хас езгу құлдарынан болмақ үміті бар. Өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері мақсаты киімін түземек, жүріс-тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзінше бір дәулет біледі. Бұл істердің бәрі өзін көрсетпек, өзін-өзі базарға салып, бір ақыл көзіндегі ақмақтарға бәрекелді дегізбек. Осындай болар ма едік деп біреулер талаптанар, біреулер осындай бола алмадық деп күйінер. Мұнан не пайда шықты? Мұнша әуреленіп сыртыңды бір сүйген қауымыңа ұқсатарсың. Сыртқа қасиет бітпейді. Алла тағала қарайтұғын қалыбыңа, боямасыз ықыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектік бірлән өсер. Құдай тағала дүниені кәмәләтті шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін, өнсін деп жаратқан. Сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызы ісінің алды, әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмағы өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық мақамында болмақ. Кімге достығың болса, достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық һәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен я қылықпен өзін-өзі артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ. Бұл өзін-өзі артық көрсетпек екі түрлі. Әуелгісі әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтық. Бұл адамға нұр болады.
Екінші, өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың нұрын, гүлін бұзады. Үшіншісі, қастық қылмақ, қор тұтпақ, кемітпек. Олар дұшпандық шақырады. Һәм өзі өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілікті бітіреді де, күншілікті қозғайды. Бұл үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Күллі адам баласын қорғылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеде еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады. Бұлардың емі халлақына махаббат, халық қаламға шапқат, қайратты тұрлаулы, ғадалат ісінің алдын артын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымды құдаға мұқтади болсын. Яғни Құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбеді, келісімменен, хикметпенен кәмелатты бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңізде бір жақсылықты бина қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен болсын. Және Құдай тағала әріне жаратты. Бір түрлі пайдалы хикметі бар. Сенің де ісіңнен бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміт бар іс болсын. Бұларсыз іс емес, бәлки бұларсыз тағат та емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады. Ешбір нәрсеге хикметсіз тахлиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің ғавам былай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп, парыздарды білмекке иштихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз езгулік деп қыласыз. Езгулікке бола қаст етіп ниет етесіз. Ниет оның парызынан хисап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі. Инна яғмала ағмал бин ниет деген. Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, руза тұтмаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз захирынан қалып сыр, ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиніңіз таза болмағы, ол иман болып, бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захиріңіздағы ғибадат, батиніңіздағы иманның көлеңкесі. Хам сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес, біреу. Бірақ езгу тағат бірлән нұрланады. Тағат жоқ болса күңгірттенеді. Бәлки сөйлеу қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қалса, соны қылып жүріп, иманы сөнер деген. Менің қаупім бар, олар хас, осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Жә, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын кәсіл қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы, тазалығы емес пе? Ей, ишараттан хабарсыздар, қара. Бұл ғибадаттан бір үлкені намаз. Ол намаздан әуелі тахарат алмақ, онан соң намазға шұруқ қылмақ. Ол тахараттың алды истинжа еді. Мұны берік ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіқ бірлән бітуші еді. Бұлар хаммасы болмаса көбі ишарат еді. Истинжада кіңізді жуасыз. Сіздің кіңіздің ешкімге керегі жоқ еді. Онымен сезімді тазалыққа кіргендігіңді, кәміл ықыласыңды көрсетіп, ішімнің сафылығының соңында халық көрер. Сыртымды да пәк етемін, хам көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін.
Бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салауат. Салауат дұға мағынасында деген. Аяқта, мойныңда болған мәсіхлар ол жұмақ емес, өздері де жуылу деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, кірша Алла тағаланы жоғарыда деп. Мәкан испат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дариясына ғарық болдым. Яғни дүние әуесіне ғарық қылмай қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты. Онан соң қиямда тұрып қол бағыламақ, құл қожа алдында тұрмақ, бұқара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлілігіне өзіңнің ғажиздығына ықрарының беріктігін көрсеткен ишараты. Қыблаға қарамақ кірша, Құдай тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зияратың парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар ма екен деген ишараты. Онан соң қираат, яғни сурахи Фатиха оқисың. Мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол Фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Рухух бас ұрмақ, алдында Құда хәзірге ұқсас. Ол да ишарат. Сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары. Бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қадағатул ахир дұғаның ақырында Аллаға тахаят, одан тәшәхуд, одан салауат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлем бірлән тауысасыз. Яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақтастырып, оларға да сәләмәтшілдік тілеп һәм рахмет тілеп бітіресіз. Бұл сөзден не ғибратландық?